кітапсүйер оқырман, журналистиканың жүйрігі Оразалы Жақсановтың 65 жас мерейтойына арналған бейнешолуды ұсынамыз. Жақсанов Оразалы Отынбайұлы 1956 жылы 5 мамырда оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дербісек ауылында дүниеге келді. 1973 жылы Крупская атындағы қазақ орта мектебін аяқтады. Содан кейін Қазығұрт ауданындағы жылжымалы механиктандырылған колоннада қатардағы жұмысшы болып жұмыс істеді. Арада бір жыл өткеннен кейін Сарыағаш аудандық колхозаралық құрылыс ұйымында бетоншы ретінде жұмыс одан әрі жалғастырды. 1975 жылы 1977 жылдары әскер қатарында Украинада танк жүргізуші болып өзінің азаматтық борышын атқарған болатын. 1977 жылы әскерден оралған соң Алматыдағы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне түсіп, оны 1982 жылы аяқтады. Сол жылы жас маман ретінде Қостанай облыстық коммунизм таны, қазіргі Қостанай таны газетінде қатардағы тілші болып еңбек жолын бастаған болатын. Мұнда 2000 жылға дейін түрлі бөлімдерде қызмет атқарды. 2000 жылы облыс орталығында шығатын Қостанай, қазіргі біздің Қостанай газетінде қызметке шақырылды. 2005 жылдан бері осы басылымда бас редактордың орынбасары, содан кейін редактор болды. Республикаға танымал журналист, еліміздегі беделді қазақ әдебиеті, Жас Алаш, Алтын Орда, Ана тілі газеттерінде меншікті тілші ретінде аянбай қызмет етті. Қазірде Қазақстандағы оқырмандар көп, Айқын, Ислам және өркениет, Жас қазақ, мәдениет, жұлдыздар отбасы және денсаулық басылымдарының тұрақты автор болып келеді. Осы уақытқа дейін қаламгердің 26 кітабы жарық көрді. Қазақстан және әлем халықтары жазушылары одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, Қостанай облыстық әкімі мен меценаттар клубының қазына және Бейімбет Майлин атындағы сыйлықтарының лауреаты, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған болатын. Қазіргі кезде Оразалы Отынбайұлы өнегелі отбасының иесі, 3 жылдың әкесі. Олай болса, автордың шығармашылығымен тереңірек таныстыра өтейік. Өлкетану әдебиеттері бөлімінде Оразалы Жақсановтың 3 томдық елім деп соққан жүрек атты кітабы, сонымен қатар жусаны жұпар ауылым, танымал тұлғалардың белгісіз қырлары, сырлы әлем сынғыры, ең әдемі қыз, қайталанбас тұлғалар, тау алыстаған сайын биіктейді, ғибрат ғұмыр, адамдар өмірге қонақ екен деген атты көптеген кітаптары бар. Өлкетану бөліміне келіңіздер, көріңіздер, тамашалаңыздар.